Менің тұрмысқа шыққаныма 10 шақты жыл болды. Күйеуім екеуміз бір-бірімізді ұнатып қосылдық. Ол бір үйдің ерке баласы. Көп балалы отбасындағы кенже ұл болып өскендіктен оның бойында қыңырлық та, қырсықтық та бар. Осы мінезінің барлығын көріп біле тұра мен оған тұрмысқа шықтым. Осы мінездері маған бір түрлі ұнайтындай да еді. Өйткені менің өзім де ерке өстім. Жалғыз қызбын. Бірақ мен ата-анамның ортасында еркелеп өскен жоқпын. Мені кішкентайымнан әжем тәрбиеледі. Иә, нағашы әжем. Ол кісінің маған берген мейірімінде шек жоқ. Сондықтан ата-анам бірге болмады, мені тастап кетті деп ешқашан өкінген емеспін. Әрине, пенде болған соң кейде неліктен олар айырылысып кетті екен. Нені бөлісе алмады деген сұрақтар ғана мазалағаны болмаса, мен әжемнің бауырында өскен кезімде оларды аса қатты сағынып іздемейтінмін. Анам мені өмірге әкелгеннен соң әкем бізді тастап кетіпті. Себебін де сұрағаным жоқ, тіпті білгім де келмейді. Оларға өкпем де жоқ, риза да емеспін. Жап-жас кезінде кішкентай сәбиін құшақтап жалғыз қалған анама мені тәрбиелеуге әжем көмектескен. Ал мен есімді біліп қалған шағымда анам екінші рет тұрмыс құрды. Тұрмысқа шығар кезінде маған қызым, мұның барлығын қазір түсінбейтін шығарсың, кейін бой жетіп, өзің де тұрмыс құрар шаққа жеткеніңде мені түсінерсің. Мені кінәлама, сені ұмытып кетпеймін. Әжеңнің жанында боласың, ал мен саған келіп тұрамын деген болатын. Қазір анамның екінші тұрмысынан бір інім бар. Анам қалада тұрып жұмыс істеді, мен кішкентайымнан ауылда өсіп, мектепті де сол жақта бітірдім. Кейін қалаға келіп анамның жанында болдым. Дизайнер мамандығын алу үшін колледжге оқуға түстім. Диплом да алдым. Өзім кішкентай кезімнен суретке, еңбек сабағына қатты қызығатынмын. Бірдеңе үйренуге, жаңа бұйымдарды жасауға әуес болдым. Қазір Құдайға шүкір дизайнерлік компанияда жұмыс істеймін, үйлерді безендіремін. Мен колледжді бітіргеннен кейін өзімнің бір жылдай сөйлесіп жүрген жігітіме тұрмысқа шықтым. Үлкен әулетке, ауылдық жерге тұрмысқа шыққанда біраз қобалжыдым. Әрине, өзім де ауылда өстім ғой, бірақ ауыл тірлігіне мүлдем жоқ едім. Одан кейін қала өміріне төселіп, қайтадан ауылға барғым да келмей қалған еді. Бірақ махаббат оты өршіп тұрған кезде сүйгеніңмен қайда болса да баруға даяр болады екенсің. Мен оңай барлығына қол жеткіздім демеймін, ата-енем де кенжесін қызғанып, абысыным да қолымнан іс келмейтінін бетіме басып талай рет қорлаған болатын. Бірақ соған қарамастан мен барлығын да жеңе алдым. Ажырасып кетпелім, сынақтарда сынбадым. Қазір 8 жасар қызым, 5 жастағы ұлым бар. Шүкір, бақыттымын. Ал сіздерге айтарым, бақытқа жету жолында кездескен кедергілерге сынбасаңыздар, міндетті түрде бақытты отбасы бола аласыздар. Ең бастысы, сүйгеніңе тұрмысқа шық. Сонда кез келген қиындықты жеңу оңай.